Қызың бар ма? Ешкім тастаған жоқ. Сол не бар ма? Салфетка бар ма? Қазіргі жағдайың өзіңе ұнай ма? Диплом жоқ, оқыған жоқ вообще. Басыңда кредит бар ма? Ютубта көп көретін Blackpink'ті көремін. Ақшаның көбін неге құртасың? Депозитке салып. Қызың бар ма еді? Жоқ, қыз, ойбай, тоқта. Ит кетіп қалмасын деймін. Сәлем достар, қырық сұрақ. Бүгін бізде қонақта Дархан Жолшыбеков. Қалайсыздар? Бөкей ордасы. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін Ерқанатмен 40 сұраққа шақырып, сөйтіп келіп отырып, енді барынша шынайы, барынша не жауап беруге тырысам. Ал, шынайы жауап бересің. Дархан, бірінші сұрақ. Сені қазір көріп отырып, мынау кім, қайдан шыққан дейтіндерге өзіңіз жайлы таныстырып кет. Мен Тараз қаласынан шыққан жігітпін. 98 жылғы 22-ге 2-3 күн бұрын толдым. Жас блогер, вайнер ретінде қалыптасып жатқан, енді өсіп жатқан жігітпін ғой. Күн қалай басталды? Күн қазір басталды. Ера 2:30-да звондады. Қазір 3:30-да барам деді. Сөйтіп 5-те келді. Қазір 5-те келім себебі сен 4-те тұрасың еткені. Шынымен 4-те тұрдым ғой. Иә. Сол короче. Сөйтіп қазір басталып отыр күн. Негіз бүйтіп басталмайды. Негіз қалай басталады? Негіз мен 12-де будильник қоям. 12-де тұрам. Ең бірінші душқа түсем, ана бодыр болып жүрем күні бойы. Сөйтем, сосын киімдерімді былай жинаймын, өйткені түнде шашып тастаймын көбінесе. Сөйтем, тұрам, болды, сосын кетем, контент іздеп жүрем қалада. Контент іздейсің? История ғой, в основном ше. Вайн андай көп ізденіп жүрген жоқпын қайсы. Өзің контент жайлы бастадың. Қазіргі таңда Инстаграмда сторисқа контент жасаған жақсы ма, әлде пост жасау керек па? Так, пост сторис пен посттың өтімді болады. Мысалы, сторисің жақсы просмотр алып тұрса, YouTube тұрса, және страница активный болады стористе. Ал мысалы, активный емес страница болсын, или там аз подписчик бар страница болсын, просмотр неде өтімді пост болатын болса, любой просмотрды ала береді. Ал главный қазір сторис. Главный сторис. Сол үшін қазіргі таңда барлық сторисқа жұмыс істеу керек. Жұмыс істеу керек, қатты жұмыс істеу керек. Инстаграм жайлы. Қазір басты табыс көзі Инстаграм ба? Басты табыс көзі Инстаграм, басты табыс көзі жоқ. Басты да соңғыда ғой. Бір күнде Инстаграмнан ең көп неше теңге таптың? Бір күнде ма? Иә. Енді бізде күн сайын андай ғой. Любой уақытта бір ақша табады негізі ше, мысалы гиф болсын, андай реклама болсын, бәр бағасы миллион ғой. Бір күнде андай. Бір гонорар миллион ғой, короче, любой гонорар миллион теңге. Мысалы болады ғой, біреумен келісесің, договорға отырасың. Жоқ, ең көп тапқаның 1 миллион теңге ма бір күнде? Жоқ, енді одан көп те, бірақ 1 миллион теңге орта есеппен айта берейікші. Ақшаның көбін неге құртасың? Ақшаның көбін негізі айтады ғой, короче, финансовый грамотность дейді ғой. Менде сол жоқ та. Ақшамды қайға құртып отқанын білмеймін шынымды айтсам. Әйтеуір кетіп қалады бір жерге. Бір демсе болып кетіп қалады, біреу қарсы сұрақ қалады, біреусі үйдегілер андай бір демсе сұрақ қалады. Сөйтіп кетіп қалады, андай ақшаның несіне жетпей жүрмін. Көбінесе соны далада жүріп, балалармен нақ отыра салайық, үйте салайық, бүйте салайық деп жоқ болып кетеді. Қазір ақша жинап жатсың ба негізі? Әрине. Неге жинап жатсың? Ең бірінші үйге, баспанаға, Құдай қаласа деп отыр. Квартирада тұрасың? Квартирада. Кіммен тұрасың? Класстасыммен және оның әйелі. Класстасым әйелмен екеуі тұрады. Мен үйге аптасына 2 рет барам, қонаққа шығып тұрады. Үйге көп бармаймын көрінше. Қайда қонасың? Мынау балалардың үйіне қонып қалам, достарым үйіне қонып қалам, сондай ғой. Так, үйге көп бармаймын әйтеуір білемін. Бір жерде жатып қала саласың, сондай ғой. Біреудің үйіне қонып қала саласың, қала сал, үйте сал деп. Соңғы рет мамаң қашан айтты үйлен деп? Соңғы рет мама үйлен деп па? Үйлен деп вообще айтпайды, керісінше. Асықпа дейді. Асықпа, кәдімгідей асықпай жүріп табасың ғой дейді. Ал асығып қазір үйленем деп үйленсең тазға жолғасын деп тұр ғой. Мамаң асықпа дейді. Асықпа деп тұр. Өзің жүрегің не дейді? Жүрегім ба? Қай кезде мен сенімді болам қызға, сол кезде үйлен, жақсы қыз кездессін, сосын сол қызбен сөйлес, үйт. Егер сенімді болсам, сол қызға үйлене бер деп тұр жүрегім. Қызың бар ма? Жоқ, қызым. Қызым жоқ. Қызың жоқ? Қызым жоқ қазірге.
Қандай қыздар ұнайды? Қандай қыздар? Қарапайым, өзімен өзі, Инстаграмға бүйтіп. Әшейін қарайтын қыздар болады ғой, Инстаграм олар. 300 подписчигі бар? Иә, сондай, әшейін бір андай бүкіл андай вайнер бірдемселер бәрі өзге жазып сол. Мен өзім ойлаймын, маған не подписан болса екен мен қызым деп. Вообще мен менсінбейді ғой андай вайнерлер. Не істеп жүр осылар деп айтатын қыздар бар ғой. Вот сондай қыз болса, күшті болады. Алматыға қашан келдің? Алматыға мен ровно 1 жыл бұрын, анау жылы августтың 30 күні келгем. 1 жыл бұрын. Аха, августтың 30 келгем 2019-да. Арман қуып. Арман қуып келдім бе. Не себеп болды Алматыға келуге? Не себеп болды? Өскім келді. Енді Алматыда достарым бәрі осы жақ. Достарым именно жұмысқа келген кезде, жұмыс жағынан достарым бәрі осы жақта болды. И потом солармен бірге. Енді қасында кім жүреді, сол боласың ғой деп ойладым. Қазір мен жұмысым сол ма, онда соған кішкене кәсіби қарайын дедім де Алматыға келдім ма. Блогер болу үшін Алматыға келу қажет па? Негізі қажет. Блогер болу үшін или жаңағы өнер болсын, Алматы кәдімгідей адамды өсіреді ғой. Сол творческий жағынан ше. Вот сондай. Еще Алматыға, мысалы, айтпақшы бір не бар. Алматыға келсең, ақшаны ойлайсың да. Мысалы, былай ғой, ақшаны ойласақ біз, ақша керек болған кезде біз жаңа реклама алуға тырысамыз, гиф жасауға, үйтіп ақша табуға тырысамыз ғой Инстадан, иә. Ақша қай кезде келеді Инстаграмда? Инстаграм сен өскен сайын, Инстаграмда күнде көріне берген сайын. Сонда біз Алматыға келгеніміз бірінші ақша, екінші творчество, үшінші не кете береді ғой. Бір-біріне байланысты ғой. Өсу үшін ақша керек, ақша табу үшін өсу керек. Жақсы, келісемін. Сол үшін Алматыға келу керек. Қарның ашады, жұмыс істейсің. Былайша айтқанда Алматы саған бір өзінше бір мотивация береді. Иә. Мотивация береді, тегін мотивация ғой. Мына бізді көріп отқан жастарға қандай мотивация бере аласың? Көріп отқан жастарға ма? Иә. Арманыңа мақсат қой, соған жет. Главный біреу мынауың дұрыс емес, ой, не қиялдамаш дейтін адамдарға, қиялдамаш деп айтатын болса, онда короче, сенің арманың безумный деп айтатын болса, онда қуан деген сияқты әңгіме ғой. Онда сен мүмкін емес арман қой дейсің ғой. Иә, мүмкін емес арман қоясың, соған жетесің ғой, короче. Сол үшін арманда, көп арманда. Бұрында мен бар ғой, айтып берейін бе? Айт. Бұрында мен мектеп оқып жүрген кезде ше, сағат 8-де сабақ басталады ғой. Мен үйімде 10 минуттық жол өтетін 7:40-қа дейін ұйықтайтынмын да ше. Сол кезде мен 7-ден 15 кеткенге де будильник қоятын да, 15-тен 40 кеткенге дейін тұрмай армандап жататын, кайф етін бүйтіп. Қиялдап, ана ұйқылы оялып жатасың ғой, сол жағы бүйтіп түс көріп, кәдімгідей армандап жататын. Осы именно күнді армандайтын ғой, мен осындай болады деп армандайтын. Мен естіп жүремін, осындай болады депші. И сол енді ой армандадық, содан енді бұлай болады деп ойлаған жоқпыз. Сонда да армандадық, соған кішкене мақсат қойып, қазір тфай-тфай. Қазіргі жағдайың өзіңе ұнай ма? Әрине, иә. Осындай болам деп армандадың ба? Инстаграм блогер болам. Жоқ, блогер болам деп. Мен, короче, әншілікке қатты қызыққам да, бірақ бір даусым жоқ қой. Әншілер көретінді, короче, не істейтін қатты қызығатынмын да. И сосын қатты халық таныса екен деп мен вниманиен жақсы көретін, мектепте де өзімен өзім қуып бірдемсе вниманиен қатты жақсы көретін. И мені бір жерде көрген кезде бірдемсе сол кезде, короче, мені былай ойшы мен түсіндіріп кетейінші, қазір бұл интервью кезінде бірдемсе деген сөзді кем дегенде 100 рет айтады, санап отырыңыздар. Иә, бірдемсе деп көп айтамын. Негізі қазақша жағынан дұрыс жағы бір нәрсе. Бір нәрсе ма? Иә. Сол бірдемсе. Иә, сондай, короче, мен келген кезде мә Дархан ғой деп қарасы екен деп армандайтын. Бірақ блогер болам деп ойламаймын ғой енді. Танымал болғым келді. Иә, танымал болғым келді, қатты болғым келді. Содан кейін сосын бұл сондай шықты, сөйтіп, короче, кете берді ғой. Вайнерлік, блогерлік қалай басталды? Қандай видеоң ең бірінші атты, қалай тани бастады, қалай подписчиктер келді? 2017 жылы Астанада банкрот болдым, короче. Артем деген базарда біз картошка ашқам. Біздің қасымда досым бар, бірақ главный мен өзім аштым. Қасымда досым. Картошка сатайын деп отырмын. Саттық. Біраз саттық, басына жақсы таптық. Потом қатты біз ақша, жаңа финансовый грамотность тағы да сол жерде ұрды мені. Ақша көп түскеніне мастанып қалдым қатты. Содан
қатты банкрот болдық, кәдімгідей минусқа кірді, қарыз болды, кәдімгі көп қарыз болдық. Сөйттім да 2017-нің 19 декабрь күні мен Таразға қайтып келдім. Сөйтіп 2017-нің әлі 30 декабрь күні папам туған күнінде G3 деген сотқа алдым. G3 деген сотқа 2 жыл ұстамағам сол кезде. Тек қана жұмыс етін ол кезде. Сосын 2017-нің 30 декабрінде сотқа алдым. 2018-дің 5 январ күні мен бәрін жатқа біледі екен. Даталар жақсы біледі екенсің. 5 январ күні мен видео салдым. Райым Артурдың Самай вышқа шыққан күні ол. Самай вышқаға тұрам да, шашым бүйтіп алдыға түсіріп қоямын да, компьютердің алдында Самай вышқа деп айтам. Салам, ұйықтаймын, 50.000 просмотр азыңда тұрсам. Бірақ ол кезде мен Инстаграмды ойын сияқты көретін, ойын сияқты, как будто ойыннан бірдемсеге жетесің, сол сияқты кәдімгідей мә деймін да. Сөйтіп екінші видео, білем, Найтиханның бері жақында да ыңғайлан деген өлең бар. Соған дәл сөйтіп айтпай түсірдім, 75.000 просмотр бір күнде. И содан кейін кәдімгідей, мен айтыр білем, 10 күнде 10.000 подписчик алған сол екі видео. 10 күнде ровно 10 январ 10 подписчик болды. Одан кейін болды Нұрдәулетті таныстырдым дәл сол уақытта, январда. Нұрдәулеттер шықты, сосын бәрі болды, бәрі шықты, бір-бірімізге сайын пиар, анау сөйтіп кетті ғой, болды, сонымен кетті. Кім бірінші жазды? Сен жаздың ба Нұрдәулетке? Мен жаздым. Нұрдәулет 10.000 подписчик кездеші, ол сондай подписчик кездерінің өздерінде ол үш активный етін страницасы. Прямо ойында 300 адам отырады, мен соған қызығатын, қалай 300 адам отырады депші, ойын ойнатады ғой прямо ойда, ешкім миына кірмейтін өзі, прямо ойда ойын ойнату деген. Бәрі әңгіме айтады ғой, ол ойын ойнатады, мен қызығатым сол кезде Нұрдәулетке. Содан кейін арғалай кетті. Арғалай. Кім көмектесті? Қандай блогер саған бірінші демеушілік жасады? Замани Жаналиев, бәріңіз білетін шығарсыздар. Мен 25.000 подписчик кезде, ода 150.000 подписчик етін. Сол кезде ол мен базарда Таразға келдім, мен тағы да базарда істедім. Сол базарда істеп жүргенде Ержан деген мен қасымда досым болатын. Сол досымның Айша бибіде ол көршісі болып шығады ғой. Сөйтіп мен енді бастап келе жатқан кезде, сол Заманбек мен көршімде, сөйтіп бір рет көрісіп қалдық. Жансая деген жерде Таразда көрісіп қалдық. Сосын мен оған жаздым, ол маған ответ қайтарды. Сосын сөйтіп таныстық, и потом поддержка жақсы бердім. Кәдімгідей ол кезде Заманбек маған жаман звезда еді, хат звезда еді. Содан бірақ кәдімгідей ондай несі жоқ қой Заманбектің андай мен андай бүйтіп қалу деген жоқ қой. Сразу поддержка беріп жіберді маған. Анадан былай көмектесіп. Ол кезде Вайн емес, қазіргі TikTok қой, сондай түсірдім ол мен ол кезде. Сөйтіп Вайнға үйреткен сол ғой басынан. Вайн істеп, Қазір көтерілу үшін Instagram арқылы ғана көтере аламыз ба, әлде басқа да платформалар бар ма? YouTube'да қазір қазақ не жоқ, не деуші еді? Контент. Қазақ контент жоқ YouTube'да. YouTube'ға қазақ контент істесе, көтерілуге болады. Біздің Таразда бір бала шығып жатыр, атын ұмытып қалдым, пранк жасайтынша. Сол мысалы жақсы контент жақсы істеді, и сонымен кішкене көтерілді да, мысалға ше. YouTube арқылы көтеруге болады. Instagramға қарағанда қазір, егер жақсы контент істей алатын болсаң. Ал Instagramға келетін болсақ, бір жақсы хайп керек болды ғой Instagramда. Бір жақсы хайп. Әліңгіге дейін Instagramда көтерілу үшін хайп керек. Контент керек емес қазір Instagramда. Хайп қой чисто болды. Хайппен көтерілесің болды. Қалған контент. Бұрында мысалы біз істеп жүрген кезде контентті қатты бағалайтын. Мен мысалы 2 күнде бір видео салып, 2 күн сайын бір видео салып тұрмасам, кәдімгідей елдер отписка істеп, қайда видео депші. Қазір история салмасаң сол ғой, не істеп кеттің депші. Сондай. Ал историяға вообще қарамайтын. Историяға потолок бүгін кешке жетті видео салып салатынымыз болды. Сондай. Бақан гиф жайлы сөйлесейікші. Біз Бақа Пупер айтты, вообще гиф жайлы, гиф қалай деген секілді. Енді қазір гиф басқа деңгейге өтті. Гиф жайлы қазір адамдар, блогерлар 10 миллион теңге бір гарантпен таба алады. Ол ашық, мойындайсың ба? Табады. Мысалға сен өзіңнің BMW-іңді ойнатқанда неше теңге таптың? Ол бір блогта айтылған енді, жасырын емес шығар, бәрі көрді. Сол немдегі, сол договордағы гонорарым 13 миллион теңге болды. 13 миллион теңге. BMW-ның құны неше теңге? BMW-ның құны 6 миллион теңге орта есеппен. Бірақ оны 5 миллионға сатып жіберді ұтып алған адам. Сатып жіберді ба? Сатып жіберді 5 миллионға.
маған звондап жазып жіберді, мен осылай саттым деп. Енді арзан сатыпсың, бірақ бұйырсын 5 миллион теңгеде қайда жатыр мен. Негізі сол 5. Мысалға, қазір 13 миллионның барлығы саған келе ма? Жоқ, машинаның өзі 6 миллион кетіп қалды. Иә. Нұрдәулеттерге қанша бергенімді айтпай-ақ. Сен мысалға олармен дос болсаң да, олардан рекламаны сатып аласың. Менде былай болды. Нұрдәулетке сұрауыма, или Әлшерге сұрауыма, Ахонға сұрауыма болатын еді. Олар істеп беретін еді. Көңіл ғой ең бастысы. Бірақтан жұмыс ең бастысы жұмыс. Мен олардан сұрағанмен, олар бәрібір де іштерінде, мысалы, анандай көп рекламасы жатыр ғой, соларды істемей маған істегеннен гөрі солардың ақша алған дұрыс болатын еді ғой. Қаншамасын отказ беретін, мысалы, гифтерденші. Бірақ маған тегін істеп бер. Сосын өзім ойландым, ақша алып жатырмын ғой. Бәрібір оларға берсем де маған қалады ғой. Мысалы, ол кезде ең білетін мен қорыққаным, ешкім машина, бірінші машина BMW бар ғой. Нұрдәулеттің сары машинасы ойнатылған дейді. Ол кезде бірақ гарант осынша, мынанша, договор, печат, ондай тым болмауға ше істеді. 20-40 спонсор ма сондай болды. Ешқандай риск жоқ. Мен істеген кезде ойлашы, Астанадан бір кісі ұшып келеді маған. Договор алып келеді, нотариус. Егер там мынандай қоя алмасаң, ақша қайтарылады. Бүкіл менің мойнымда ғой. Гарант қоя алмасам да менің мойнымда. Егер қойылмаса, аналарға ақша қайтарам. BMW-ні бәрібір ойнатасың. Үлкен мойныма түсті. Одан кейін біріншіден Нұрдәулетке берген себебім, бірінші жұмысы, екіншіден от души істеп берсінші. Кәдімгідей оған берген кезде, оған мен кәдімгі өзінің алып жүрген гонорарын бердім. Мен түсіріп бер деп айтқан, алып жүрген гонорарын бердім кәдімгідей. Содан кейін олар маған Нұрдәулет істеп жүрген рекламасынан да күшті қылып істеп берді. Кәдімгі от души істеп берді. Солай бір-бірімізге от души істедік. Вот солай болды ғой. Содан кейін, короче, ақша жаңағы айтайын дегенім, ақша көп жағынан 50%-нен көбі рекламаға кетті. Елдос Қалабоқты, ағамыз Әлшер, Ахон, Нұрдәулет, Замат осым бар ғой, соған да берді. Сен бірінші блогерсің ғой деймін, осы өзіміздің арамызда, өзіміздің таныстарға да ақша беріп бастаған. Аха. Өйткені мен осы жол берді деген естімеппін, енді естімеппін, мен бердім әйтеуір. Вот солай. И арамызда машина ойнатқандан да бірінші болып тұрмын ғой. Негізі андай кәдімгідей рискпенші. Сондықтан қатты қорыққандан кейін істедім ғой деймін, ойлаймын, қатты қорықтым мен. Мысалға, егер сен 100 мың грант қойып бере алмасаң, ақшаңды қайтарасың, машинаңды ойнату керексің. Договорда былайынан жазылды. 100 мың грант қойылады деді. Егер қойылмаған жағдайда, мысалы 50 мың жетпей қалды деген жағдайда, бір подписчикке қанша теңгеден екенін ұмытып қалдым. Төленеді ғой, короче. Сонда мен сол кезде санаған кезде 50 мың подписчик жиналмай қалған жағдайда 13 миллион түгелде қайтатын болып тұр. 50 мың гарант қойылды, 50 мың подписчик жиналмай қалса түгелде. Енді оны не үшін айтып жатырмын? Өйткені бізді адамдар көріп отыру мүмкін да, айтады, маған да көп келеді, мына сенімен істеп жүрген блогерлар, балалар деген ақшаны күреп табып жатыр ғой дейді. Бұның артында үлкен риск пен еңбек жатыр. Үлкен риск ол. Мысалға, бізге де саған жазатын шығар, брат, менде Кадиллак бар, ойнатып жіберейік дейтіндер, иә. Бізге келіп 50-ка бар, так ойнатайық жігіттер, анамын. Күнде айтады, оларға айтам, ол біз машина ойнатып жұмыс істемейміз деп айтамыз. Біз просто біз барлығына пайдасы тиетіндей, біз өзіміздің машинамыз болып тұрса, оны оқырмандарымыз көріп жүрсе, сол кезде машина, мысалы мен өзім X5-ім қаншама айдап жүрдім, менің оқырмандарым оны көріп жүрді. Содан мен оны сатып жібергеннен гөрі, мен бір оқырманыма беріп, ешкімнен ақша алмайын. Бір оқырманыма берем, плюс оқырмандары біреусі кәдімгідей арман ғой, X5 өмірде жетпейді кейбір семьялар. Біреудің арманын бір орындайсың. Өзіңе де пайдаласын, жаңағы спонсорларға да жақсы көмек болады ғой. Кәдімгідей 100 мың живой аудитория Қазақстанның ше. Сондай барады. Ешкім минустар жоқ, солайынан істейміз. Ал мен күнде бүйтіп ай сайын бір машина сатып алып ойната беретін болсам, олай да ақша табамын, бірақ бізге олай керек емес деп түсіндіріп тастаймын. Дархан, осы уақытқа дейін ойнатылған гифтардың барлығы шынайы өтті ма? Барлығы. Мен көзімше, мен достарым айналасындағы достарым бар ғой, жаңағы бізде семейка бар ғой. Вот сол жақтан достарым барлығы шынайы, барлығы әділ өтті. Ол жерде организатордың жұмысы, ол сендерге жаңағы спонсор жинап береді. Спонсор деген сендердің подписки бөлімде тұратын адамдар. Олар ақша береді, әркім 100 мың, 200 мың теңгеден. Мысалға, олар сендерден аудитория алады. Гифтің басты құрылысы, басты жаңағы системасы осылай. Сонымен гифтің тақырыбын жабайық. Дархан,
Отбасың жайлы. Отбасың қай қалада? Менің отбасыда төртеуміз, мамам, папам, ағам, мен. Папам мен мамам Таразда, ағам Алла қаласа деп айтайын, 10 август күні, әлде 12 август, точно маған айтқан жоқ, Кореядан ұшып келеді. 1,5 жыл болды ағамды көрмегеніме. Туған Аға Кореяда жұмыс істеді. Білесіздер ол жақта қандай жұмыс екенін, қиындау жұмыста, сондай істеді. Одан кейін енді Гатвай енді шақырдық, кел болды, осы жерде қасымда жүр, саған да бұл жақта контент бар деген сияқты. Сөйтіп айттым, содан жарайды көрейік деді. Болмаса жеке өзінің жұмыстары да бар. Сол Құда қаласа келатыр осы 10 август күні. Сенен үлкен ағаң? Бір ақ жас қой, 97 жылғы, бір жас үлкен ағам. Балалық шағың қалай өтті? Балалық шағым қарапайым өтті. Двордың баласы болдық қой. Таразда, дворда. Сосын кішкене подростковый болды, кішкене бұзық болдық. Таразда, білесіздер ғой енді. Сөйттік, сондай обычный өтті. Бірақ мен әр жас сайын күшті жұмыс істеп тұратын, соны білем. Қандай жұмыстар істедің? Мен ең бірінші диск сатқан, ең күшті уақыт болды ғой, бір дисктердің ше. DVD, иә. DVD дисктердің ең уақыты кезінде мен сол дисктерді сатқам ең бірінші білетін. Одан кейін ағам екеуміз жүгері сататынбыз. Көп нәрсе сатқанбыз, короче, попкорн сатқанбыз, андай аппараты болатын попкорн, жүгерінде аппарат болатын турецкий. Сондай сатқанбыз көп енді. Сондайлар саттық, андай мелкий бизнес дейді ғой, жазға қарай, андай школьный формаңды табу үшін жазға қарай жұмыс істейтінбіз. Ал мектеп уақытында оқыдық. Мен 9-8 классыма дейін жақсы оқығам. Одан кейін былай оқыған жоқпын қатты. 9-дан кеттің бе, 11 бітірдің бе? 11 бітірдім. Мен ағам колледжге түсті ғой. Содан мен универге түсем деп ойладым. 9-да ғой, ол кезде солай ойладым. Сөйтіп 10-да кішкене бұзықтау болып жаман көрініп қалдым да. Барлықтан әпкелердің көзінен жаман көрдім. 11 класста уже маған ентіге бармайсың деп сентябрьден бастап құйды. Сондай ғой, қазір әлі де сондай шығар. Ентіге бармайсың деп құйды. Сонымен қалдық, ентіге барған жоқсың? Барған жоқпын. Мен негізі до конца барам деп келдім. Сосын февральда қолым қатысында екі операция жасалды. Иә, қолыма 2 операция жасалды. Одан кейін февральдан бастап мен сабаққа барған жоқпын. Қатты жатып қалдым үйде, қолым сынды. Қолым менде зеленкадан қатты аллергия екен, оны білмедім. Ішінде қолым бүйтіп бөртіп, не істеп кетті. Гипстің ішінде тұрады. Операция жасалып тастаған, ана жер не қатты бөртіп, мен шоке болдым. Сосын барлық сабақ сол кезде қалды. Сол, сөйтіп барған жоқпын. Ентіге. Жоғары білім жоқ. Диплом жоқ. Диплом жоқ, оқыған жоқпын вообще. Колледж болсын, оқыған жоқпын. Не болды? Оқуға түсуге мүмкіншілік болды. КТА тапсырып ше. Сөйтіп 2016 жылы КТА тапсырдым, 32 балл алдым. КТАдан 32 балл алдым. Сөйтіп да Алматыға құрылдым ғой. Сол кезде білем. Алматыға кеттік, ол сияқты 3-4 ай жүріп келдік. Үйдегілерден мама айтқан жоқ па, балам неме айналысып жүрсің, бұдан босаған нан әкеле ма деген. Жақ сол мынаны бастаған кезде ма, әлде осы мен бұны бастаған кезде мен базарда істейтін бір точкаң ой мен айтайын, былай оқымасам да не істеймін, мен құр жүрмеген, вообще құр жүрмейтін, бірдемсе тауып алатын. Бірақ көбінесе саудамен айналысатын болды. Бір жатық қап, бірдемсе үйде жатып, сотқа қарап жата беріп, далаға шығып балалармен шемішке шағып үйге қайтып жату деген болмаған. Бірдемсе әйтеуір тауып алатын. Мысалы, мен Астанаға өмірде бармаған адаммын, мысалы. Астанаға барып, Таразда істесе болады ғой. Достарым Астана тұрып жатыр дегенді естідім да, звондадым да. Так, не істеп жатсыңдар, қаяқта тұрып жатсыңдар деп, осылай деп айтады. 3 қыз 2 бала болып тұрып жатыр, 1 бала керек те. Қыздармен тұру деген күшті ғой, еба. Қыздармен тұрып жатсам, мен де барайыншы деп. Соларға бар. 2 бөлмелі ғой, қыздар ана несіне жатады, гардеробында бөлмеде. Біз аяқта жатамыз. Білем сол уақыттар, қызық уақыттар ғой. Бардық, бірінші Абу-Дабиде жұмыс істедім, 8 күн істедім де жұмыстан шықтым. Абу-Дабиде разнорабочий болып. Мен біреуге жұмыс істеп көрмеген ғой. Өзімнің ағам мен бірдемсе істеп, біреуді тыңдауым қиын, мінезім андай ауыр да. Сол кезде білем, үндісмен бригадирім болады ғой. Сол кезде білесіз ба, үндістер бүйтіп көтерілді екен. Біз не істегенбіз ғой. Сол кезде үндістермен төбелесіп
төбелесіп сондай болған қатты и кешке қарай бүйтіп кетті ғой. И содан кейін сосын жаңағы сөйттік та, и сонымен жатпайтын үйде. Вообще жатпайтын. Мама маған не істеп жүрсің, мынау мынандай ма, мынау мынандай ма, өмір айтатын мама маған. Әйтеуір сенен бірдемсе шығады депші. Жатпайтын баладан әйтеуір бірдемсе шығады, сол үшін жатпаңдар. Әйтеуір бірдемсе істей беріңдер, әйтеуір бір тесіп шығасыңдар ғой. Сондай ғой. Мектепте нешінші атаман болдың? Мектепте ма? Мектепте денеме қарасаңдар енді бірінші атаман болған жоқпын. Енді бірақ ешкімнен бүйтіп не істемейтінбіз. Тесе қарап тұрмайтын. Тесе қарап тұрмайсың ғой. Мен білем 11 класста білмеймін әйтеуір төбелес болып кеткен етін. Именно мынау 99 жылғы балалар біледі. Көріп отыр ғой қазірше. Сол 99 жылғы балалармен андай менің бойым кішкентай ғой, сөйлесіп тұрамыз да бірдемсе келіспей қаламыз да төбелесіп кете береміз ғой. Сол мен қолыммен төбелесіп сындырған мына. Төбелесесің ба? Иә. Төбелессе. Мен өзім андай күреске қатысқам ғой. Сен төбелесіп жатқан кезде андай не ғой, реакция ғой, аяғына өтіп кете берем ғой. Сөйтсем ол бала жүдарыс екен, кішкене еще мығымдау бала еді. Аяғын өтіп қойып көтеріп қадап жіберді ғой. Суырды да қадап жіберді. Сөйттім да қолым бүйтіп қалып қалдым. Ұйықтан тұрсам бүйтіп салбырапты мына жерім бүйтіп. Сосын ойбай деп больницаға барып сөйтіп операция салдым. Сол төбелестен көп жүрді, төбелестен сынбаған жерім. Соңғы рет қашан төбелестің? Так, соңғы рет па? Соңғы рет бір осы X5 бар етін. Сол кезде бір далада не істеп қалып төбелесіп қаламыз. Дұрыс бір-бірімізді түсінбей қалып, короче, жол бермей қойдым деп ана бір мужиктерге. Қалай ойлайсың, төбелескен дұрыс па? Кез келген конфликтті төбелес арқылы шешкен. Жоқ, дұрыс емес. Ол енді төбелесетін адамдар онда андай сөзбен жеткізе алмайды деген сөз ғой. Сөзбен өзінің ойын жеткізе алмайды, одан кейін жынданады да қол ала жүгіреді деген сияқты ғой. Вот сол сияқты, мысалы соңғы ретте де сондай болып бүйтіп не істеп кеттім, мен тоқтатып жатыр, содан кейін жай тоқтатып жатыр екен, сосын келіп бүйтіп түсіп ойлап тұрмын ғой, үлкен кісілер сондай да келіп жағалып жатыр да. Содан жүнісі ба, балаңызбен жақсы баламыз ғой, не істеп жатсыз деген сияқты. Сөйтіп жақсы шешіліп кетті енді, біраз былай алысып қалды. Сондай да төбелеске жүгіну ол керек емес. Бір сөзбен надандылық қой төбелес деген. Сол үшін кез келген жерде дипломатия болу керек. Әрине. Хейтерлар жайлы саған сені боқтап, мынау онша емес, өшіріп тыста деген адамдарға жауап қайтардың ба? Так, басында болды. Біз мысалы қазір біз айтамыз ғой, кейбір енді шындықты айтайын, енді TikTok түсіргендерді өзінше TikTok түсіретіндер ғой, мынау не түсірген деп жыртыламын ғой. Негізгі келгенде мен өзім сөйтіп бастағам ғой. Сол кезде маған достарым да, енді Тараздың жігіттері қандай екенін білесіз, ондай көтермей. Достарым да айтты, нелерді айтты, не мынау депші. Бір сөйтіп айтты да, басында түсіріп жүргенде, бірақ сол кезден бастап иммунитет не істеп қалады екен, адамда болып қалады екен, қалыптасып кетеді екен, мән бермейсің де даже сондай да. Бірақтан бір демсе айтайын ба, мені мысалда көтерген сондай видеолардан, мысалшы мен білем, мысалы 60 000 подписчигім кезінде мен 4 күнде 100 000-ға жеткен, 4-ақ күнде 100 000-ға бір бимен әшейінші миллион жинап кетіп, ағам мен бір на деп билеп түсіргенші. Мысалы мен осы күнге дейін істеген істерімді істемесем, қазір бұндай болмас едім. Сондықтан да сол кезде істеп жатқан кезде, маған айтқан кезде, мен істемей-ақ қойын ба деген кезде тастап кетпегенім дұрыс болған деп ойлаймын дегенде дұрыс болды да. Сондықтан да қазіргіде мысалы TikTok түсіретіндер болса кішкене былай қатты бір өнер деп те айтпаймын, бірақтан бір творчествоның бір жағы ғой, көтерілудің бір жолы. Бір жолғы, сондықтан да дальше істей беріңдер. Қандай видео түсіріп жүрсеңдер де өздерің ұнаса болды, главный болды. Өте дұрыс нәрсе, өзіңе ұнаған іспен айналыссаң көтерілу оңай. Әрине. Отбасың жайлы тақырыпты қорытындылай келе, үйдегілерге ақшамен көмектесесің ба? Әрине, ең бірінші солар қиналмаса болды ма, қалғаны өзіме жетеді ғой. Енді Дархан, мына тақырыпқа оралайық. Көп адамның, көп мұсылманның қолы жетпеген қажылыққа бардың сен. Сен Дархан қажысың. Шүкір. Қажы. Умраға бардың, Умраға барып келдім. Умраға бардың. Барғанда сезімің қандай болды? Қайтқаннан кейін қандай Дархан оралды? Так. Біріншіден айтарым, егер қажылыққа дайындалып жүрсеңіздер, дайын болып барыңыздар, ең бастысы жаман әдеттерден айырылып, өйткені
келгеннен кейін өзіңізді жаман әдеттермен қалыптастырсаңыз, жаман істер істесеңіз, өте қатты жаман сезінесіз өзіңізді. Ең бірінші сол, сондықтан дайындалып барыңыз. Мен неге бардым, қалай бардым? Мен осы күз айында анау жылдың Инстаграм тастап кеттім мен. Қатты тастап кеттім, қатты депрессия болды менде. Сосын ақшаны датаво мен ол кезде де жақсы табатым, тфай. Сол кезде мен ақша табамда қатты қыдырдым. Өйткені кәдімгідей еш нәрсе ойлағым келмеді, үйттім қыдырдым, ақшаны шаштым кәдімгідей шашып жүрдім да. Сосын күз бітіп мен декабрь келді, сол кезде біз жаңа жылда үйге бардық, сосын Заман досым үйінде оттым. Сол кезде Арман аға, Арман Жаналиев, танитын боласыз. Заман туған ағасы Арман ағамен сөйлескен кезде мен айттым, солай болып кетті Арман аға, мен өзім түсінбей кеттім, не болып кетті өмірім деген сияқтышы. Өмірімді қолға аламай кеттім деген кезде, Меккеге бармайсыңдар ма, ақшаларың бар ғой деп, бірамыз сөйтіп қатты қылып айтты. Не істеп жүрсіңдер өзі, ана мынау депші, сөйтіп айтты. Содан кейін шықтық та, Зама екеуміз білем ғой, 2 сағат әңгіме айтты Арман аға, далаға шықтық, өйтіп машинаға оттық, Замаға тұрымда, Зама, давай кеттік, 1 аптадан кейін болсын Меккеге шығып кетеміз дедім. Сосын Зама давай деді, бірақ 1 аптада билет шыққан жоқ. Примерно біз февральда бардық ғой, февральдың 1-2-сі бардық примерно. Январь бітті, февральда бардық ғой. Солай бардық, келдім, Меккеде тілеген дұға тілектерім қазіргі уақытта айтайын, қазіргі уақытта 2 есе болып орындалды. Дұға тілектерім. Ол бір енді, және де сол жақтан келген кездегі Дарханмен, барғанға дейінгі Дарханмен келген Дарханның өзгерісі, қалай айтсам екен, кәдімгідей қадір түсініп қалдым, барлық нәрсенше. Ақшаның да қадірін болсын, ата-ананың да қадірін болсын, көп нәрсені, өйткені уағыз көп тыңдайсың. Сосын айтсақшы, бірден айтайыншы, сол жақта бізде ұстаз болды да, сол жерде мен сол барған кезде менде бір қыздармен проблема болып жүрді ғой. Сол кезде ұстаз маған қандай әйел алу керек екен жайлы 2 сағат Заманбек бар, бәрімізге отырып уағыз айтқан етін. Сол кезде мен қандай әйел және де қандай қыз іздейтінімді сол кезде түсіндім ғой. Вот ең бірінші басты барған плюсым сол. Сол барып келдік умраға. Енді Құдай қаласа осы жыл тағы да дайындалып барайын деген ниетім бар. Үлкен қажылық болсын, умраға болсын. Үлкен қажылық ол неде ғой, тек қана Рамазан айында ғой. Бірақ осы Құдай қаласа ашылса күзде болсын, сразу баратын ойым бар. Сол Құдай қаласа барсам, кәдімгі дайындалып келген кезде 5 уақыт намаз бастап кететіндей барғым келіп отыр. Сен барғанда барлық өз ақшаңа бардыңдар ма, әлде рекламамен бардыңдар? Жоқ, бірде реклама жоқ ол жерде. Чисто өз ақшамызға бардық. Заманбек екеумізде реклама қажылыққа ондай керек емес сияқты, қажылыққа реклама. Енді кейбіреулер бар ғой, белгілі бір қажылыққа апаратын тревел компанияның. Ол кезде бізден реклама алатындай, біз ол кезде күшті емес едік. 400 подписчик бар еді мен қажылыққа барғанда білем. Қажылықтан кейін жаңа өзің айттың, подписчик саны қатты өсті. Ол гифпен байланысты ма, әлде сенің контентің күшті болып кетті ма? Бір жағынан контентті де басқа, сол кезде мен хайп дегенді маған хайп деген тек контентпен жұмыс істеп жүрген кезім ол кезде. Одан кейін Нұрдәулеттер былай жолын көрсетті. Кәдімгідей Нұрдәулет ең басынан бастап тек хайппен келді ғой, контент емес, тек хайп болды ғой Нұрдәулетте. Әр нәрсені тауып алады, қызғасын, сосын сұрайсың, сосын Нұрдәулет 1-2 жолын көрсетіп жіберді. Содан кейін кәдімгідей өсті ғой. Мен ғана емес. Бірақ жартысында жарты аудиторияң гифтан да бар. Мен бірақ андай ақша төлеп гифтке кіреді ғой, біреудің мысалы именной гифіне ондай өмірде кірмегенмін. Тегін кіресің? Жоқ, біз андай блогерлермен жиналып, круг деп айтады ғой, блогерлермен жиналып, сондай өзім жиналып, мысалы 15-20 блогер жиналып, өзім ортадан ақша шығарып, призовой фондты жасап, сосын бір-бірімізге подписчик айналысу деген гиф бар ғой, одан жақсы да келеді, және де активің 2 есе көтеріледі, сондай да. Ал андай круг кәдімгі гифтерге қатыспаймын, өйткені ол жерден пайда жоқ бәрібір. Сондықтан ондайға қатыспаймын. Түсінікті. Жаңағы өзің басында айттың, мен жаңа күз кезінде өз-өзімді таба алмай кеттім, кішкене ақшаны құрттым деп. Қызбен байланысты ма?
иә қызбен байланысты. Қызбен жүрдің, қыз сені тастап кетті или сен тастадың, одан кейін жоқ ешкім тастаған жоқ. Сол не бар салфетка бар. айтып жауап бер, салфетка алып беремін. Так, қызбен байланысты деген кезде бір жағы ол да бар, бір жағы білмеймін, короче, қатты мен былайнан үйде жатам. Енді бізде енді сол уақыттарда бір основной доход болды менде ше. Бизнес болды ма? Бизнес емес, бір договор болды бізде. Сол основной доход болды. Сол кезде мен контент гифт істемейді, айына бір гифт істеп қоямын, сондай основной доход болды, жақсы болды сол. Сол доход бүйтіп жеп жата бердім. Не үшін екенін шынымен де қазір есіме түсіре тұрмын бар ғой. Бірақ қатты болдым мен. Мен кішкене қиялдау жігітпін ғой енді ше. Ол кезде кішкене нем төмен болды ма білмеймін, ойым төмен болды ма, қатты бір демсеге кіріп кеттім. И бұл ұйқыда 4-те тұратын, күнде 4-5-те кешке тұрам. Бізде тағам деген бар, білесіз анау торай қырбадыр. Барам, тамақ жейм. Ера деген досым бар, келеміз, бір жерге шығамыз, қыдырамыз, үйге келеміз. Солай ғой, короче, сөйтіп жүрді. Сол қыз жағынан да бар, қыз ол кезде менде не болған, қарым-қатынас болған қызбен, білетін көбісі. Сондай болған, и потом қиын болды. Жақсы, сол қыз жайлы соңғы сұрақ. Қазір сөйлесесіңдер ма? Араласпайсыңдар. Кім кінәлі? Ешкім кінәлі емес. Ешкім тастаған жоқ? Иә. Қиналмайық дедік бір-бірімізді. Айта бер, қалай бар, сол айта берсеңші енді. Короче, енді расставаниядан кейін жігіт кайф қой, мысалы кішкене свобода болады, не болады, анау сондай болады ғой қызданша. Там қыдырасың, ана-мынау деген сияқты ше. Вот сондай мен негізі ол расставанияны ауыр көтеріп не істемеген. Бірақтан уақытыңды құртқанымды, анауымды құртқанымды бәрін білдім дейші. Қаншама не, мысалы мен ол қызбен қаншама зат ашқан. Енді жайды айта берейін, мен кәдімгідей ашығын айтайыншы бәрін. Тота онда бәрін болсам. Давай. Сол біз жүрдік, бәрі біледі ғой қыздың кім екенін, қазір бәрі біліп отыр. Мен танысқан кезде ол қыз 15 жаста етін. 15 жаста қыз етін. Сөйтті, сосын таныстық, үйттік, көп не ғой. Не деуші аты? Естелік. Бірге Шымкент, Қазақстанның біраз жерін арладық деген сияқты ғой енді. Сөйттік, бірге Рейна деген топ ашқанбыз. Қандай? Рейна деген. Топ? Иә. Ол топта не істейсіңдер? Өлең айтасыңдар ма екеулерінде? Ол топта ма? Рейна деген топ би тобы. Би тобы 6 қыздан тұратын, қазақша там тойларда билейтін. Сол, короче, сондай топ аштық. Бірге жұмысымызда болдық. Алматыға келдік. Оқуын ауыстырды деген сияқты. Алматыға сен алып келдің? Иә. Ата-анасы қалай жіберді? 15 жаста деп тұрсың. 15 жаста болды ма Алматыға келгенде? 16-та болып болды өзі. Мен, короче, мінезім ауыр қыздарға келгенде, сол кезде мен айтып білем, айтқан. Мен Алматыға барасың, или Таразда қаласың, одан араласпаймыз деп айтқан. Ультиматум қойдың ғой, иә? Короче, солға мен Алматыда мен саған звондап, сен анаяқтан қалай болады деген сияқты ғой. Сосын ол ата-анасына түсіндірді. Енді 16 жаста барлық көбісі мектеп бітірді, бәрі оқуға түседі ғой, сол сияқты ғой енді жіберген кезде. Вот солай, короче. Вот солай болды, Алматыға келдік, 1,5 ай тұрдық, расставание. Сосын расставание деген сол кезде болды. Вот сол болды. Вот сол кезде білдім, короче, бәрі бітті болды, точкасы қойылды, анау-мынау. Содан кейін 2 апта күшті болып жүрдім. 2 апта күшті, өзіммен өзім, анау-мынау, короче, әшейін былай жүріп жүрдім. Одан кейін дальше камералар өші керек сияқты. Айтыр. Одан кейін мен қалай не істесем болады. Енді ол қыз, короче, қатты не істеді ғой. Өмірді таңдады ғой, короче. Мысалы, мен қасымда ол өзін не сезінді, байланған сияқты сезінді.
үйден шығармайсың, бүйтпейсің деген сияқты ғой енді. Бірақ енді барлығы жетіп жатыр, анауда бәрі жетіп жатыр. Бірақтан енді сондай не істеді. Енді Алматыға келгеннен кейін Алматыда қызық көп. Сыртқа шыққысы келді, араласқысы келді деген секілді, адамдармен. Сондай дегенде енді өмір таңдады оны басқаша жеткізе. Сендер тек қана оған ренжісің жоқ қызға. Неге ренжісің? Оның саған ренжісі жоқ. Жоқ. Көрсеңдер, амандасасыңдар, амандардың сәлемдерің жүр. Иә. Сол өмір таңдады, содан кейін солай. Сен өмір таңдады деп айтпашы, қазір көріп отқан адамдар айтуы мүмкін, сен күн көрсетпеген секілдісің оған. Жоқ. Өмір таңдағанда ол мысалға енді сен енді кәдімгі біздің менталитетке сай қыз баланы үйде отырғызып қойдың, иә? Сен үйде отырасың, болды, мен саған ақша әкеліп беріп тұрамын, сен тамақ жаса, ешқайда шықпа, жігіттермен сөйлеспе. Ал ол қыз жігіттермен емес, просто енді Алматыға келгеннен кейін, мысалға жас кезінде кез келген адам далаға шыққысы келеді, фотоға түскісі келеді, элементарно бір жерге барып. Сен оған запрет қойдың. Қалай айтсам екен, былай ғой. Ол сен қазір бәрі түсініп отырсың бар ғой. Мен оны жеткізе алмай отырмын бар ғой. Бірақтан сен негізі мысалы менің қазіргі айтайын деп отқанымды сен сұрап отқанмен сен негізі бәрін біліп отырсың, дұрыс? Жоқ, мен ештеңе біліп отқан жоқпын. Мен біліп отырсам сұрайын ба сенен? Мен сіздерге короче былайынан түсіндіріп берейін. Өмір таңдат дегенде мен оны былайынан бұрынғы сен дәл айтып отқан сияқты қазақтар сияқты бұл қазақтар сияқты дегенде сондай менталитет деп былайынан қысып тастаған жоқпын. Сізге түсіндіретін болсам, ашығын айтқан кезде ол қыдырғысы анауны онты қыдырдық, мен қасымда жүріп қанша қыдырып жүр ғой, күнде бір жерге шығады, күнде бір жерде отырады. Ол қыдырмау дегенге ол үйде отқан жоқ бүйтіп. Просто мысалы ё-моё, қалай түсіндірем, мысалы кейбір құрбылармен араластырмадым, мысалы ұнамайды ол құрбым. Түсінікті, сен былай айттың, не құрбыңмен араласасың, не екеуміз бірге емеспіз. Соңында ол құрбыларын таңдады деші, сөйтіп түсіндірсең. Сондай сияқты. Болды, түсінікті. Жабылды. Осы тема жабылды. Болды, одан кейін дарханға жазбаңыздар. Директке қандай сообщение көп келеді? Директке қандай сообщение көп келеді? Директ қалай ыңғайлы? Қандай сообщение көп келеді маған ба? Так, айтайын. Ойланып алайын. Қандайлар келіп жүреді? Мен директті көп оқымайтын ма, сол қазір өкініп отырмын. Директке қыздар көп жаза ма, ұлдар көп жаза ма? Қыздар. Не жайлы? Қыздар ма? Енді сұрайды, мынау күшті екен, саламатсыз ба? Қазір андайлар шықты ғой. Сәлем 5-ші күн, сәлем 6-ші күн, сәлем 7-ші күн деп. Күнде солайында біреулер шығып жатыр әйтеуір қазір. Директке в основном, короче, андай сәлем, қалайсыз? Немесе мен қалың қалай деп сұрағанда жақсы дегеннен бөлек андай сообщениелер көп кетті, көмектесіңіз деген қазір. Директке көмек сұрағандарға көмектесесің ба? Мен жоқ, жауап бермеймін. Өйткені біріншіден ол көп, екіншіден бір жағынан қорқасың да, ол дұрыс информация ма, дұрыс емес информация ма, алдап жатыр ма? Өйткені бізде общий чаттар да бар. Мынау мен мынаны алдап кетті, мынау блогер, мынау ақша жинап беріп, 7 миллион жинап беріп алдап кетті дегендер оның бәрін естіп жатыр. Содан кейін өзіміз оданша мысалы маған андайларға көмектесуге тырысам. Досымыз звондайды өзімше, осындай өзім жақындарым болады ғой. Достарым, туысқандарым осындай болып қалды деген кезде сол кезде көмегімді аямаймын. Өйткені білем ол мені алдамайды, және де өзім барып та көре аламын, кел деп айтады маған мысалы көргің келсе. Вот сондайларға ал директке келген сообщениеге ответ деп айтамын. Именно сондай көмек сұрағандарға. Директпен өзіңнің подписчицаңмен, оқырманыңмен танысып, кездескен күндерің болды ма? Жоқ, ондай болған жоқ. Далада көріп қалған кезде, танысқан кездерім болды. Далада көріп қалып, танысып, кішкене араласып көрген кездер болды. Жігіттермен де сондай болды, қыздарда да сондай болған. Бір әдем қыз көріп қалам да, сөйтіп сосын барып өтіріктен тиістім мен ше барып ше. Анау не дедім мен? Мен бүйтіп барып айттым, сағат сұрасам танысқым келіп тұрған білініп қалады деп прикол ұстаным. Сосын ол күлді да, андай бір болды, күшті күлді. Сөйтіп танысқанбыз, сөйтіп танысып, сосын кішкене араластық, бірақ кездескен жоқ, телефонмен звондайтын. Сөйтіп не істедік, сосын подписан болып жүрдік. Сосын қазір доспыз күшті, бірақ кәдімгідей доспыз, жақсы андай араласып тұрамыз. Танысқан кезде ең бірінші неге мән бересің? Қыздармен танысқан кезде ма?
көңілді қыз болса екен деп ойлаймын. Ана қыздармен танысқан кезде ғой, көңілді, көңілін көтеріп жүретін қыз болса, соған мән беремін. Ана қалған кезде, ей деп тиісіп тұратын қыздар бар ғой. Вот сондай қыздарды жақсы көремін. Кәдімгідей барған кезде үндемей, ұялып, сондай қыздармен мен де ұялып, бүйтіп қысылып қаламын да, потом ашыла алмай қаламын. Ал кәдімгідей бүйтіп көңілді, ашық қыздарға болады ғой. Сразу қасына барып сөйлескен кезде сөйтіп тұратын болса, сразу соған ашылып кетемін сол қызға, кәдімгідей әңгімелесіп сондай болады. Дархан, YouTube, Instagram. YouTube'да кімдерді көресің? YouTube'да дәл қазір так. Что было дальше көрем. Сабуров. Что было дальше көрем. YouTube'да көп көретін Blackpink'ті көрем мен. Blackpink? Ой, кірістей бе? Blackpink, тек Blackpink шығатын да YouTube'да. Аш, қазір көреміз нені. Аккаунт мен соңғы библиотекаға кіресің? Библиотекаға ма? Аха. Так. Влог, біздің влог, Бөкейдің влогы, Шымбұлақ, міне кетті. Blackpink корейский осылар ғой, ә? Blackpink, Что было дальше? Әділет жауғашар. Өлең тыңдағандар. Кішкене ислами заттар көреді екенсің. Иә, діни. Тамаша. Басқа кімдерді көресің? Кімдерді көруге кеңес бересің? YouTube'да неде? YouTube'да ма? YouTube'да. YouTube'да кімдерді кеңес беру? Так. YouTube'да ма? Мен YouTube'да қараған кезде тек қана передачалар қараймын енді. Былайынан кеңес беретін страница жоқ ау. Что было дальше кеңес берсем негізі. Бір тәрбиеге бір былайынан бір демсе беріп, ондай жоқ. Бір демсе ала алмайсың одан. Просто қызық. Бір көрдің болды, иә. Иә. Сондай көбінесе сондай ғана передачаларды көремін енді. Сол үшін кеңес бере алмаймын. Қазір сосын Инстаграмда сен үшін топ 3 вайнер блогер. Қазақстан бойынша ма, әлем бойынша ма? Әлем бойынша, Қазақстан бойынша. Дархан Жолшыбековтың топ 3 блогері. Так, әлем бойынша бөлек айтайын, Қазақстан бойынша бөлек айтайын. Әлем бойынша мен енді наяқта көрмеймін ғой, батыс жақта енді СНГ-де көп көретіндерім таза мойындайтын агентке бар. Настя Ивлеева. Гусейн Гасанов. Гусейн. И Литвин. Кәдімгідей СНГ-де мойындаймын. Қазақстанда қазақ блогты және мен өмір айтам. Ол сол болмаса біз бүйтіп болмайтын едік деп ойлаймын деп ше. Нұрдәулет. Иә. Нұрдәулетті айтам. Сосын қазақ контентін бірақ қалай айтсам екен, качество дей ма или сапа, иә, сапалық жағынан Жансерік досымыз Қадырбаев және де именно Вайнға келетін болсақ Хаким. Сосын Секаны ұмытпау керек. Секаны мен бір жағынан мойындаймын, өздің личный аудиториясы бар ғой. Сол үшін Сека, енді ол мені танымайтын шығар, бірақ Секаны қатты мойындаймын. Өзінің жеке аудиториясы бар деп ше. Кәдімгідей. Сол төртеу ғой, қазір мен кәдімгідей. Гардеробтағы ең қымбат киімің қандай? Маған өткенде туған күніме Сажол мен Бахти Dolce Gabbana'ның аяқ киім әкетті. Қанша тұратынын білмедім, қымбат деп айтты. Сол деп ойлаймын. Ал қалған киімнің бәрі кәдімгідей Мегада Бершка қымбат барып киінбеген өмірде. Қымбат киінбейсің. Саған маңызды ма біреумен танысқанда үстіңде Dolce Gabbana, Gucci болу? Ол мен саған айтайын ба? Менің дәл мынандай киім бір брендте бар, әйтеуір ұмытып қалдым. Ол 245 мыңға көрдім. Дәл осы көйлекте 245 мыңға. Мен мынаны 13 мыңға алдым. Сен екеуміз отыр, сен мынау киімді 240 мыңға алдым не, 12 мыңға алдым не, байқамайсың ба? Білмейсің не ғой. Сондықтан да оған мән бермеймін мен. Дархан, бізге киноға, сериалға кеңес бер. Кино біріншісі Макдональдс, шығу тарихы жайлы көрсеңіз болады. Екіншісі жаңа Уилл Смитпен баласы түскен екеуі, Погоня за счастьем. Иә. Сол. Үшінші? Сосын мен тарихи киноларды жақсы көремін. Сол жерде Троя. Өте әдемі кино. Сериал мен өзім көрген Игра престолов толықтай көріп шыққам. Кәдім күтіп 8 сезонның бәрін көргем. Сосын қалған сериалдарды көп көрген жоқпын. Бастап береді, тастап кетіп жүрдім. Сондықтан сериалға көп Игра престоловты ғана көрдім ғой сериалдардан. Сосын запах клубники. Соны жақсы көремін. Запах клубники. Соны жақсы 2 рет көрдім мен. Ондай күшті бір әсер беретін кино ондай. Жыламайсың, мелодрама емес, әзілді, сондай әзіл.
Дархан, соңғы рет қандай философиялық тақырыпта ойландың? Философиялық тақырыпта соңғы рет? Иә. Андай философиялық тақырыпта ма? Көп ойланам, кіріп кететін адам, негіз көп ойланам. Қандай тақырып соңғы рет ойланған? Соңғы рет ойланғаным ба? Адамдарға қарым-қатынас қалай, адамдар жайлы ойландым. Дос, сосын қыз деген сияқты бар ғой. Қыздармен қандай қыз керек ма, қандай дос керек деген сияқты ойланғам. Сол жақында ғана соны кәдімгідей ойланып кеттім былайынан. Туған күнімде қатты ойландым. Сонымен сол Достарың көп па? Достарым көп. Нағыз достарың? Нағыз достарым аз. Енді мысалға біздің орта мысалы бір ортамыз бар, мысалы жақсы жақын достарымыз, бәрімен жақын араласамыз, жақсы сыйласамыз. Ол кәдімгідей достарым, жұмыстағы достарым да, өмірде де жақсы араласамыз. Ал кішкентай кезден өскен және жеке өзімнің өмірімді айтатын достарым, сырымды айтатын. Иә, сырымды айтатын, ашылатын достарым сол аз дегенде бір-екеу бар. Мысалы мен Санжар үйдегі досым, Заманбек, сол тағы да кімді оған қоссам болады. Соларға кәдімгідей кішкене кәдімгідей жақын араласам, солармен кәдімгі сырымды айтам, не болса соларға айтам. Сол. Дархан, біз сені блогер деп білеміз, сені вайнер деп білеміз. Қандай қырыңнан танымаймыз? Қандай қырымнан? Не істей аласың? Біз білмейтін, біз таңғалдыратын, братваны көрермендерді таңғалдыратын. Мен ба? Мен күшті билеймін десе. Мен бұрында тойда билейтін. Тойға шығып билегесің? Брейк, иә. Тойға шығып билеген енді. Сосын күреске қатысқан. Еркін күреске көп қатысқанбыз. Ағам екеуміз. Сол, бірақ енді спортсменмін деп айта алмаймын енді. Көп болды, мектептен кейін қалған дүние болды. Сол, кішкене спорт жағынан да былай кішкене бармын. Және жаңағы билеп кішкене былай. 2025 жылы саған неше жас болады? 2025 жылы қазір 20-шы жыл ма, 27-те болады екен ме? Өзіңді қалай көресің? Өзімді ол кезде кәдімгідей әлем деңгейіндегі мен қатты армандаймын соны, әлем деңгейіндегі үлкен кәсіпкер болсам деп армандаймын да, және мақсат та қойып жүрмін, соны істеймін де деп жүрмін. Қалай істеу керектігін де білемін. Және Құдай қаласа 5 жыл уақытта мен мысалы осыдан ровно 1 жылғы уақытты білемін мен не істегенімді. Және 1 жыл бұрын маған осындай боласың деп айтса, мен қума деп айтатын. Жоқ, мүмкін емес деп айтатын едім да. Сондықтан да ал менің алдымда дәл қазір 5 жыл бар екенін біліп тұратын болсам, мен ол нәрсе мүмкін екенін білемін да. Сондықтан да 5 жылдан кейін мен өзімді үлкен кәсіпкер әлем деңгейіндегі көремін. Құдай қаласа деп сөйлеймін. Блогер деп көрмеймін. Блог сен үшін бір хобби. Бүкіл ісімді бүкілін бұрып атқаным сол кәсіп жаққа бұрып атқаным. Ал мен блогқа бір ғана нәрсе, қазіргі табыс көзі өте жақсы да. Сондықтан да содан табыс көзін алып, енді қолымда тұрған дүние болғанда табыс көзін өзіме алып, жаңағы мақсаттарыма салатын болсам, күшті. Блогты жүргізе берген маған да жақсы. Мүмкіншілік болса, өзіңнің түріңде бірдеңкені өзгертетін бе? Мүмкіншілік болса ма, түрімден тым өзгертпейтін едім, бірақ комплексім арықтықтан. Иә, арықтың қатты білесіздер ғой, енді арықтықта. Сондықтан да мен мысалы карантин кезінде бір толып кеткен кезім бар. Сол кезде дәріде ішкем, толам деп үйткем де. Сондықтан арықтықтың кішкене комплексім бар. Ал былайынан нем жоқ, комплексім жоқ, басқа түрден бірдемсе бойым кішкентай, түрім бір жер бірдемсе деген жоқ. Басыңда кредит бар ма? Басымда ма? Бар, Кредит бар. Кредит бар. Не үшін алдың? Секрет болмаса жауап берсең болады. Секрет болмаса дегенде, шынымды айтайын ба, 2.700.000 кредитім бар. Басыңда? Иә, бірақтан оны мысалы, любой кезде жауап, бұрында алдым да, ақшам қимайым жауабыға. Звондаймын ай сайын? Жоқ, мен оны звондатпай, әшейін Каспий ғой. Келет, шөк өткізіп. Шешіп алады?
10 ай ма қалған еді, айына 3 жылдан төлеймін. Оны енді не үшін алғанымды айтпай ақ қойын, енді көп болды оны алғанымда. Ол кезде крупный неге алғам, одан кейін крупныйлар 2 рет бердім, крупныйдан 4 миллионға бердім. Сөйттім, и содан кейін соңында андай ақша алғаннан кейін жай жабыла берсінші дедім да, и бөлек мына ақша жинап жатқанға депозитке салып жатыр. Үйге жинап жатсың. Болашақта ата-анаңды Алматыға көшіріп алуға ой бар ма? Бірінші мақсатым Алматыға көшіріп алу. Таразда емес. Жоқ, Таразда емес. Просто папам ауылға аптасына 2 күн үйде болатын жер, қалған шаруашылық ауылда да папамыз. Шаруашылықта бірдемселермен істейді. И ауылдан мамам да папа ауылдан кеткісі келмейді ғой. Ауылдан емен Тараз бөлек ауыл ғой. Сол ауылға кете береді да, и Тараздан сол үшін кеткісі келмейді. Сол проблема болатын сияқты деп ойлаймын. Енді болашақташа, бірақ бәрібір де Алматыға көшіріп алу. Әзірше бірақ жап-жас мен 40-тан енді асты. Өздері бүйтіп қыдырып, өздерінің темасымен бүйтіп, қазір саусағын бүйтіп сақ қойып жүр ғой қазір. Ыстық суға саусағын сақ қойып, өзімен өзі еш нәрседен проблема жоқ, сондай болып жүр. Тфай еш нәрседен қиналып бір жұмыс. Мен мамам мысалы, папам да жұмыс істемейді, мамам да жұмыс істемейді деп айта аламын. Мамам немен айналысады, андай суточный дейді, андай үйлерді беріп, сондай болады ғой. Шындығын айта береді. Маклер. Сондай да, бірақтан күніне азаңда бір тұрып барады, кілт береді, қайтады, үйде болды, қалған тірлігін бәрі үйде болды. Папам да сондай барады, ауылға барады, бір тірлігін істейді, сояқта достар көп, өзінің енді ауылдық достары бар. Өздері қуырдаған істейді, ауылдың тірлігін білесіз ғой, сөйтіп қалаға келеді, маманың қасына келеді, қайтып кетеді, сөйтіп та бұл демалыс тфай сондай. Ағам Кореяда жұмыс істеді, кәдімгідей. Енді ағам екеуміз ғой тфай қазір жұмыс істейтін, соларды солай. Кезінде біз сөйтіп жүрдік бала кезде, қазір мамалар сөйтіп жүр тфай. Жақсы. Қазір сұрақ қоям. 2 жауабы болады, біреуін ғана таңдайсың. Шештік па? Алматы ма, Тараз ба? Алматы. Инстаграм ба, YouTube ба? Инстаграм ба, TikTok ба? Инстаграм. Роналдо ма, Месси ма? Роналдо. Бірақ футбол көрмеймін мен. Бірақ Роналдоны кәдімгідей жақсы көрем. Білмеймін, көрем соны. Төреғали Төрелі ма, Қайрат Нұртас па? Қайрат Нұртас. Жанар Дугалова ма, Ерке Есмахан ба? Жанар Дугалова. Қатты қараймын андай жұлдыздарды. Қатты қараймын, зерттеймін. Сондай. Енді айттым ғой, бұрында қатты қызыққам сондай. Қатты қараймын, Жанар Дугалова. Өнерлі ғой. Жанар Дугалова өнерлі ғой дейсің ба? Енді білмеймін, Жанар Дугалова. Болды десін, жауап бермеймін, өздерің шешіп алыңдар. Соңғы сұрақтардың бірі, бала кезіңде қатты бір жұлдызбен фотоға түсуді армандадың ба? Бір жұлдызбен фотоға түсуді армандадым. Жұлдызды көру арман болған шығар, біреуде ұмытып қалдым енді, бірақ фотоға түсу ол кезде ой болмайды. Сотка жоқ, фото деген сөзді де білмейді еді ол кезде. Ондай бала кезде олай армандаған жоқпыз, фотоға түсу. Вот сол. Кез келген бір Инстаграмды бір күнге қолдануға берсе, қай аккаунт болатын еді? Енді Дженнитікін алады дедім. Blackpink Jenny. Фанатым мен білмеймін. Сен соны кәдімгідей көресің ба? Қатты мен зерттеймін соларды қатты. Саяхат жайлы, қандай елдерде болдың, қай елдерге барғың келеді? Қай елдерде болдым? Так, мен Меккеде, Дубайда болдым. Сосын Египетте болдым, болды. Қай елдерге қатты барғың келеді? Қай елге? Италияға барғым келеді. Исторический фильмдерді көп жақсы көремін, және бүкілін көріп тастағам. Соны өз көзіммен көргім келеді кинода. Колизей соларға, иә? Иә, барлығын көргім келеді. Сол историческийден. Бүгінгі сұрақтардың ішінен өзің осы сұрақты қойса екен, осы сұраққа жауап берем деген сұрақ болды ма? Осы сұрақ қойса екен, осы сұраққа жауап берем деген ба? Иә. Жоқ, барлығын толықтай ойымның бәрін сұрағымның, толықтай ойым жеткіздім деп ойлаймын, короче. Толықтай ойым жеткіздім.
сұрақ қойсын деген ой болған жоқ. Жоқ, енді болады ғой, мынандай сұрақ қойсам, мен былай жауап беремін деп дайындалып келген, ішіңде қалып кеткен сұрақ жоқ па? Ішімде қалып кеткен ба? Так, жоқ, ондай жоқ. Барлығын айттым. Иә, барлығын айттым, барлығы шынайы. Сонымен достар, бүгін бізде қонақта болған Дархан Жолшыбеков. Айтпақшы жаңа Ашсаш енді, ашсаш. Бір қоямыз деп едік қой. Иә. Так, осы жерден өзіңе ең... Қашан үйленесіз? Оны... Мен негіз күзде үйлену керек болатын осы күзде. Қызың бар ма еді? Жоқ, қыз, ойбай, тоқта. Кетіп қалмасын деймін. Деп, үйленуге мақсат қойып жүргем, және қызым емес жүріп жүрген, бірақтан осы қызды алсам болады деген қыз болады. Дархан, мына жерде 100% сұрақтың 80%-ы қызыңызбен қосыласыз ба? Бұрынғы қызыңызбен деп сұрап жатыр екен. Мына сұрақ қызық, ол сұраққа жауап берейік. Дархан, Каспий Голдта неше теңге бар дәл қазір дейді? Ой, ақша жоқ Каспий Голдта. Сонымен қорытындылайық. Каспий Голдта көрсете саламын. Жоқ, переводтан көрсетейін, шаржан көрсетейін. Переводтан көрсетейін. Каспий Голдта 69 мың теңге тұр. Каспийда қазір 69 мың теңгесі бар екен. Достар, әдеттегідей, сұхбаттың соңында конкурстың шарттары оңай. Не істеу керек? Тіркелу керек, лайк басу керек, және комментарияға не істеу керек? Комментарияға жақын арада Дархан өзінің жеке брендін қалыптастырып, асхана ашпақшы. Фастфуд. Соған жақсы ат ойлап тапқан адамға, креативный адамға, бір адамға 20 мың теңге. 20 мың теңге. 20 мың теңгені ұтып алу үшін каналға міндетті түрде подписаться, тіркелесіз. Дарханның қойған сұрағына жауап бересіз, яғни көмектесесіз, ат ойлап табасыз. Ең креативный тауып берген ат ойлап тапқан адамға 20 мың теңге. Өзім қарап отырып шыққаннан кейін 2 күннен кейін берейін ба? 2 күн. 5 күн. 5 күн ба? 5 күннен. 5 күннен кейін сол комментариялардың ішінен таңдап отырамын да ең ұнаған атқа, креативный атқа 20 мың теңге салып жіберемін. Рахмет саған деп. И соны мен өзім миымда алып қоямын. Алып қояды. Всё. Жақсы достар, каналға тіркелуді, лайк басуды ұмытпаймын. Сіздермен бірге болған Құрық сұрақ бағдарламасы Бөкей каналы. Дарханға көп-көп рахмет. Ал, сол өзіміз отырып шай ішкенде. Жаңағы енді қызыңды айтшы қалай өзі. Сол. Жаңа қыз жайлы айта берсек болады ма? Жаңа қыз жайлы. Басқа қыз жайлы айтайықшы.